Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге ең бюджетті тағам картопты драйникин рецептісімен бөліскім келеді. Әрі жылдам, әрі дәмді. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: 2 орташа картоп, 1 жұмыртқа, 1 пияз, 2 ас қасық ұн, шым-шым тұз. Ал ең алдымен картоп пен пиязымызды үккіштен өткізіп алатын боламыз. Үстінен жұмыртқа, шым-шым тұз, 2 ас қасық ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызға азырақ майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызған майға осылай ас қасықпен құймақ тәріздес етіп жайғастырып шығамыз. Қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Оттың асты орташа болу керек. Осылайша екі жағын қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ең бастысы қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біздің жылдам дәмді драйникіміз дайын. Таңғы асқа да, кешкі асқа да ұсынсаңыздар болады. Егер менің рецепттерім сіздерге ұнаса, пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.